бір ғалым айтқандай, егер қалтаңа ақша түскен кезде ойыңа бірден арам ой келетін болса дейді, онда саған байлық берілмей қойған қайырлы дейді. Көрдіңіз ба? Сонда жаңағы әл-кифіл қалай болса солай күнә істеп жүріп, бір күні жолдың бойында бір аппетит ашылады да, сонымен бір қызды көреді ғой. Анау енді бір сымбаты тасыған қыз екен, соған келеді де, қалай бұлай 60 динарға дейді да. Мен де сол үшін шығып тұрмын ғой дейді, жаңағы қыз айтады. Енді сондай сымбатты қыз екен, сол үшін шығып тұрмын ғой дейді. Бірақ іші қаламай тұрды, ана қыздың жылап-сықтап тұр да, бірақ жасырып тұр дейді. Сөйтіп екеуі келісті, үйге алып келді дейді, әл-кифіл. Үйге алып келді де, енді қане шешім деп айтады, ана қыз жылайды дейді еңкілдеп. Не, мен сені мәжбүрлеп әкеп тұрмын ба дейді, өзің келістің ғой 60 динарға. Неге жылап тұрсың енді десе, мен бұрын соңды бұндай іспен айналыспап едім дейді. Менің анам да айналысқан жоқ дейді. Менің әжелерім де, аталарым да онымен айналыспаған дейді. Бірақ мен ақшаға қатты мұқтаж болып тұрмын дейді. Көрдіңіз ба? Қызды не құртады? Қызды жоқшылық құртады дейді. Ұлды тоқшылық құртады дейді, қазақ айтады. Көрдіңіз ба? Көшеде арын сатып жүрген қыздар, бар болғаннан сатып жүрме арыларын, әркімнің астында езіліп атқан қыздар, ақшаға езіліп атқан қыздар, бар болғандықтан сатып атыр ма арыларын? Жоқ, таршылықтан істеп атыр олар. Көрдіңіз ба? Ол қыздар сол дүниеге келген кезде әкесі қуанып, анасы 9 ай толғатып, өмірге әкелген кезде әркімнің астында езілу үшін әкелді ма ол қызды? Бүкіл бабаларымен, туысқандарымен қосылып той жасап, қызы дүниеге келген кезде сол әркімнің астында езілсін деп, әркімнің астында, өгіздердің астында қалсын деп той жасады ма? Жоқ. Бірақ ол қыздар сондай нәрсеге түсіп кетті, өмірде бір кішкентай сынақ келіп еді, өздерін тастап қоя салды. Сөйтті де сол жеңіл жолды таңдап кетті. Олардың іштері баста қалаған жоқ оны, бірақ кейін ол өздерінің әдеттегі жұмыс сияқты болып кетті дейді. Сол сияқты мына қызда сондай оқиғамен келіп тұр ғой. Сонда әл-кифіл қорқып кетті дейді ғой. Бұрын соңды істемеген болсаң, мен де сені бұзбай қояйын деп, әл-кифіл сол жерде жылады дейді. Алла, мынау ақшамен не істеп жатырмын мен деп ше? Не істеп жатырмын мен мына ақшамен? Алла бұдан былай уаллахи деп айтады. Уаллахи деген қасам, яғни ант ішіп жатыр. Алла, сенің атыңмен ант етейін, бұдан былай енді күнә істемеспін дейді анау ше. Әл-кифіл деген кісі айтады. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады, ана қыз сол жерде ақшасын алды, 60 динар саған садақа деп айтты дейді әл-кифіл. Сөйтіп сол жерде әл-кифіл тәубе қылды дейді. Қыз үйден шығып кетті, әл-кифілдің жаны шығып кетті дейді. Азанда таңертең адамдар әл-кифілдің есігінің алдынан өтіп бара жатқан кезде Алла тағала әл-кифілді кешірді және оны жәннатқа кіргізді деген есігінің алдында жазу тұр дейді ол. Бұл хадис кәдімгі пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның аузынан шыққан хадис. Алла тағала әл-кифілді кешірді және жәннатқа кіргізді деп жазылып тұр дейді. Көрдіңіз ба? Алла тағала адамдарға сол жазуды көзіне көрсетті. Енді не істеді деген сұрақ келеді. Не істеді десек, Аллаға күнә, зина жасамайын деп ант берді дейді. Әрбір еркек, хадистің астындағы шархында айтады ғалымдарымыз, әрбір еркек және әйел Аллаға серт ойнастық істемеуге дейді. Және сол сертінде бекем тұрса, Алланың әл-кифілге берген сыйлығы дайын дейді оған. Және мынау бұл жердегі шынайылығы садақаны да беріп үлгерген дейді де жаңағы. 60 динар саған садақа деп те айтып жіберген ғой. Сол садақа менен Аллаға серті әл-кифілді жәннатқа кіргізді дейді. Сондықтан Алла тағала зина деген бәледен баршамызды сақтасын.